Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Біздің бүгінгі видеоның кейіпкері қазіргі заманның көріпкелі Владрос. Владрос осыдан 8 жыл бұрын отандық арнаға сұхбат беріп, Қазақстанның тағдыры туралы айтқан еді. Және оның болжамдары өте қорқынышты болды. Ол қазақ халқын ауыр сынақтар күтіп тұрғанын, халықтың соған дайын болу керектігін ескертті. Бірақ ол кезде оған ешкім сенбеді. Бірақ бүгінгі кезде оның 90% болжамы дәл шығып, бүкіл елді таңғалдырып отыр. Сол кезде Владрос не деп еді? Владрос украиндық астролог көріпкел. Ол тұрақты түрде болжамдарымен бөлісіп отырады. Әсіресе ол Орта Азия елдерінің тағдырына бейжай қарамайды. 2020-21 жылдары Қазақстанды көтеріліс күтіп тұр. Назарбаевтың билігі құлдырап, оның бүкіл туған туыстары, жақындары Ресейге қашып кетеді. Онда бұрынғы президент 90 жасқа дейін өмір сүреді дейді Владрос. Владрос бар болғаны бір-ақ жылға қателесті. 2022 жылдың басында Қазақстанда қаңтар оқиғасы болып, Назарбаев өзінің бүкіл билігінен айырылды. Сосын қаңтар оқиғасы біткен соң Назарбаев теледидар арқылы сөз сөйлеп, өзі қарапайым зейнеткер екенін айтты. Қазір Назарбаев қайда тұратынын көпшілік онша біле бермейді. Жұрт Назарбаев басқарып отырған Қазақстанда өмір сүруден шаршады. Қазақстан Ресейдің ықпалында жүреді, сондықтан Ресейдің тағдыры Қазақстанда тағдыры. Қазақстан кеден одағына кіргеннен кейін Ресейдегі экономикалық жағдаймен тығыз байланысты болып қалды. Ресейдің қиыншылықтары Қазақстанға да әсер етеді. Әсіресе екі елде мұнайға тәуелді. Назарбаев 80 жасқа дейін, ары кетсе 81 жасқа дейін билікте отырады. Ол үшін 2021 жыл биліктен бір жола кететін жыл. 2020 жылдың аяғынан бастап оның билігі күрт әлсіреп, Қазақстанда революция болады. Жалпы, Назарбаев Кеңес одағының құлағанын, бірдеңе өзгергенін қаламады дейді көріпкел. Расында да Қазақстан Кеңес одағының құрамынан соңғы болып шықты. Себебі Назарбаев Горбачевтан кейін премьер-министр болғысы келді деген деректер бар. Яғни Назарбаев Совет одағының құрамындағы 15 республиканың бәрін басқарғысы келді. Назарбаев ешқандай реформа жүргізе алмайды. Сондықтан 21 жылы халық оны және оның барлық жақындарын биліктен ысырып тастайды. Оның күші толығымен жойылады. Бұл Қырғызстандағыдай күтпеген жерден және стихиялы түрде болады. Көтеріліс құрбандықсыз болмайды. Әскерилер қиын жағдайда Назарбаевты тастап кетеді. Барлығы Ресейге, алыс жақын шетелге қашады. Бірнеше жыл бұрын Каспий теңізі маңында көтеріліске тән әрекеттер болды. Бұл жолы да дәл солай болады. Қазақ халқы ол ұзақ уақыт шыдайды, бірақ кейін жарылып кетеді. Сіздерге әлі 4 жыл азап шегу керек. Шынымен де Владростың айтқаны айдай келді. Назарбаев 19 жылы билікті жаңа президентке тапсырғанымен іс жүзінде өзі басқарып отырды. Кейін 22 жылдың басында қаңтар оқиғасы болды. Маңғыстауда басталған көтеріліс бүкіл республиканы шарпыды. Сол кезде халық қатты көтеріліп, тарс жарылды. Қаңтар оқиғасы кезде Ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшысы Кәрім Мәсімов отанға деген опасыздықпен ұсталды. Көптеген адамдар ұсталды. Содан бері Қазақстанды Тоқаев басқарады. Қазақстанда ахуал барған сайын нашарлайды. Мұның бәрі алдағы 1-2 жылда болады. Назарбаев биліктен айырылып, экономика құлдырап, теңге құлдырап бара жатқанын сезеді. Сол себепті қазір ешкімді түрмеден босатқысы келмейді. Қазақстанда жемқорлық күшейеді, өйткені зодиак белгісімен байланысты рулық жүйе оны тек ушықтырады. Қазақстан саясатының шіріген буыны әлі де болады. Яғни Қазақстанның дамымай жатқаны шіріген жүйенің жойылмай тұруы. Осының бәрі төңкеріске алып келеді. Бірақ бір айта кетерлігі, Назарбаев бейбітшілікті сүйетін адам болды. Сол себепті де Қазақстанда ешқандай соғыс болмады. Бұл Назарбаевтың жақсы жағы. Ол бейбіт зодиак белгісі және жанжалды қаламайды. Екінші жағынан төңкерістен кейін сіз оны әлі күнге дейін еске алып, Нұрсұлтан Әбішұлының тұсында өмір қандай жақсы болды деп айтасыз, өйткені революциядан кейінгі жылдар ең қиын болды. Бірақ елге даму керек, бұрылыстардан аман өту үшін 3-4 жыл қажет дейді көріпкел. Астрологтың айтуынша төңкерістен кейін Қазақстанда әйел басқарады. Назарбаев биліктен кеткеннен кейін 1 сағатқа халифа болады. Артынша билікке әйел келуі мүмкін және оның саясаты Қазақстанның болашағы үшін маңызды рөл атқарады. Адамдардың құқықтары мен бостандықтары көбірек болады. Барлығына болашақта әйел президенті таңдауға кеңес беремін.
Жалпы 21 ғасыр ұлы ханымдар дәуірі және олар саясатта және жағдайды тұрақтандыруда басым рөл атқаратын болады. Егер бұл орындалмаса, 3-ші президент тұсында Назарбаевқа табыну қайта басталуы мүмкін. Әркім оның қол астында қаншалықты жақсы өмір сүргенін есіне түсіре бастайды. Қарапайым халықтың қазір өмір сүруі 20-шы жылдан кейін әлдеқайда жеңіл болады дейді көріпкел. Бірақ сол кезде билікке қай әйел отыруы мүмкін еді? Мысалы, Назарбаевтан кейін Тоқаев емес, әйел болса, кім лайықты еді? Бұл туралы Владрос ештеңе демеді. Бірақ сол кездері ел ішінде билікке Дариға Назарбаева келеді деген сыбыс тарады. Дариға Назарбаева елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қызы. Ол 2019 жылы Сенаттың төрайымы болды. Қазақстанның заңына сәйкес, егер президент биліктен кетсе, оның орнына Сенат басшысы уақытша президент болып отырады. Сосын сайлауға түсіп, президент бола алады. Сол кезде Дариға Назарбаеваның мүмкіндігі өте жоғары бағаланды. Кейбір адамдар оны болашақ президент деп қабылдай бастады. Дариға жоғары білімді Мәскеуде алды. Сонда жүріп Рахат Әлиевпен танысып шаңырақ көтерді. Олардың 3 баласы болды. Елбасының сүйікті немересі Айсұлтан осыдан бірнеше жыл бұрын қайтыс болды. Дариға Назарбаева кезінде Асар партиясын ашып, Қазақстанда үлкен беделге ие болды. Дариға сол кезден-ақ президенттікке дәмелі болды. Генерал-лейтенант Амангелді Шабдарбаев қаңтар оқиғасының алдында болған жағдай туралы сұхбатында Дариға туралы шындықтың бетін ашқан еді. Кәрім Мәсімовпен қаңтар оқиғасына дейін кездескем. Екеуміз әңгімелескенбіз. Маған көп нәрсе айтып берді. Бір әңгімесінде қаңтарға дейін 1 жыл бұрын Назарбаев қызы Дариғаға келесі президент сен боласың деді. Дариға келісті, Мәсімов куәмін деді. Сосын Дариға досының бәрін шақырып алған. Назарбаев мыналардың не істейтінін жазып ал деп Мәсімовке тапсырма берді. Дариға сол кезде ертең президент боламын ғой деп кімнің басын жұлып алатынын, кімге не істейтінін айтқан. Ертесіне жазбаны көрген Назарбаев қызына мына түріңмен қалай президент боласың деп, оны Сенаттан да алып тастады. Қалай ол президент болады? Ертең Путин келеді дейік, Дариға президент болса, ертең қалай кездеседі? Назарбаев сияқты бірге Моншаға бара ма? Яғни Дариға Назарбаева болашақ президент болатынын алдын ала тойлап, көп қателік жасаған. Назарбаевтан кейін президент Дариға ханым болуы әбден мүмкін еді. Егер ол президент болғанда қазақ халқын не күтер еді? Бұл туралы Владрос әйел адам басшы болса, мемлекет гүлденеді деп еді. Себебі әйел адам барлық назарды ішкі саясатқа бөліп, халқының жақсы тұрғанын қалайды. Ал еркек басшылар көбінесе сыртқы саясатқа ден қойып, көршілермен соғысуға, жерін үлкеюге құштар болады. Мысалы, Ресей басшысы Путин көршісімен соғысқа 2,5 жылда $170 миллиард жұмсапты. Бұл ақшаның бәрі қару-жарақ, әскерді ұстап тұру үшін кеткен. Егер осы ақшаның бәрін Ресейдің өзіне салса, Ресей әлдеқашан өркендеп дамып кетер еді. Бірақ өкінішке қарай, Ресейдің жағдайы күннен күнге кері кетіп бара жатыр. Алыс деревнядағы халқының жағдайы өте нашар. Қазақстанда да алыс ауылдарда жағдайы төмен отбасылар тұрады. Тіпті Алматының іргесінде де сарайда тұратында көп. Міне әйел басшы осы мәселелердің бәрін реттейді. Қазір Дариға Назарбаева Қазақстаннан кетіп қалды. Енді билікте президент болуы мүмкін қандай әйел бар? Билікте әзірге ешқандай мықты әйел басшы жоқ. Елімізде кезінде әлеуметтік қорғау министрі болған Тамара Дүйсенова, Қызылорда облысының әкімі болған Гүлшара Әбдіхалықова, Сенат депутаты болған Гүлжан Қарақұсова және тағы басқа көптеген әйел басшылар болды, және әлі де бар. Бірақ ешқайсысы президент болғысы келмеді. Соңғы сайлауда Қазақстан президенті болуға Қарақат Әбден және Дания Еспаева сынды азаматшалар ұмтылды. Бірақ олар өте аз дауыс жинап президент бола алмады. Сосын алдағы уақытта елорда Қазақстанның бұрынғы астанасы Алматыға оралуы мүмкін екен. Елорда Алматыға оралуы мүмкін. Бұндай жағдай тарихта жиі болады. Патшалық Ресей кезінде Санкт-Петербург елдің астанасы болды. Содан кейін ол Мәскеуге кері қайтарылды. Барлық мемлекеттерде астаналар өзгеріп, үлкен қалалардан кіші қалаларға ауысады. Қазақстанның солтүстігіндегі бұрынғы Целиноградтың климаты нашар. Қазақстандықтар үшін Астана бұл жерде болуы өте қолайсыз. Дипломаттарды оңтүстікке, Алматыға шақырған дұрыс дейді көріпкел.
Яғни оның айтуынша Алматының табиғаты жанға жайлы. Мұнда қыста жылы, жазда салқын. Таудың етегі болған соң жауын шашын мол. Медеу, Көктөбе секілді туристік жерлер көп. Көптеген адамдар Алматы менің махаббатым деп ән шырқаған. Қысқаша айтқанда, Алматы расында да өмір сүруге өте қолайлы қала. Бірақ кезінде Назарбаев Астананы көшірген кезде Алматыдан не үшін кеткендерін түсіндірді. Себебі Алматыда жылдан жылға халық саны артып келеді. Егер Астананы ауыстырмағанда Алматыда халық саны 4-5 миллионға жетіп, мұнда өмір сүру мүмкін болмай қалатын еді. Және Алматыда жиі жер сілкінісі болады. Және ең бастысы, халықтың бәрі Алматыда жүргенде солтүстік облыстар қаңыра бос қалып, Ресейге өтіп кетуі әбден мүмкін еді. Сондықтан да Қазақстанның жаңа астанасын мемлекеттің дәл ортасынан салды. Нәтижесінде қазір елімізде 2 үлкен қала бар. Және Астана солтүстік облыстарға жақын. Осылайша біздің тәуелсіздігіміз нығайды. Сол себепті де көріпкел Владростың Астана Алматыға ауысады дегені ешқандай логикаға жанаспайды деп ойлаймыз. Сонымен қатар көріпкел Қазақстанда сөз бостандығы болуы қиын дейді, және оған нақты себептер бар. Шығыс елдерінде менталитет дәлелдегендей, Қазақстанда демократия болуы мүмкін емес. Бірақ сіздерде саясатта мүлдем жаңа бағыт векторы болады. Қазақстан орталық Азияда көшбасшы болуға ұмтылады. Бұл маңызды жаһандық құрылымдар, орталық Азия және таяу шығыспен қарым-қатынастар болады. Ресей ықпалынан толықтай шығу болады дейді ол. Расында да Қазақстан, Өзбекстан, Түркменстан, Тәжікстанда халық президенттен аяқ тартады, қорқады. Тек Қырғызстанда ғана қорықпайды. Қазақстан Орта Азия елдері арасында көшбасшы болғысы келеді. Бірақ Өзбекстан Қазақстанмен жарысып келе жатыр. Қазір Өзбекстанда спорт жақсы дамыды. Олар Париждегі Олимпиадада 8 алтын алып алға шықты. Өзбекстанда қазір туризм қатты дамып жатыр. Және өзбектер автомобиль құрастырып шетелге шығарады. Қазақстан осы жағынан қалып тұр. Бірақ Орта Азия елдері бір-бірімен бауырлас елдер екенін, ылғи бір-біріне жақсылық тілейтінін ұмытпайық. Иә, құрметті көрермендер, Владрос осылай деген еді. Дегенмен оның әйел адам президент болады дегені шықпай қалды. Бірақ Назарбаев 21 жылы биліктен кететінін дәл тапты десек болады. Сіздер Қазақстанның 3-ші президенті кім болады деп ойлайсыздар?